Сәлеметсіздер ме 10-шы сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен бірге дүниежүзі тарихы пәнінен бажымызды жазатын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, және де комментарияға өздеріңіздің алғыстарыңызды немесе түсінбеген сұрақтарыңызды қоя жатарсыздар. Және де осы видеоны міндетті түрде достарыңызға немесе сыныптастарыңызға бөлісіп отырыңыздар. Бүгінгі бжб-да сіздерге 4 тапсырма берілген. Ендеше бірінші тапсырмадан бастап орындайық. Бірінші тапсырмада сіздерге ЮНЕСКО-ның тарихи-мәдени мұраға қатысты қызметінің маңыздылығын жазыңыз дейді. Былай жазсаңыздар болады. ЮНЕСКО тарихы мәдени мұраны қорғап, сақтап, оны болашақ ұрпаққа жеткізуге ықпал етеді деп жазып алсаңыздар болады. Келесі, төменде кестеде көрсетілген өнер бағыттары мен олардың мағынасын сәйкестендіріңіз дейді. Мен астында сәйкестендіріп кеттім. Мінекей, осылай жазып алсаңыздар болады. Қазір оқып сіздерге түсіндіруге дейін. Бірінші В, яғни бізде бірінші кубизм, қателеспесем, кубизм ол бізде былай болады екен. Суретте ерекшеленген шартты геометриялы фигураларды қолдану арқылы стереометриялы қарапайымдылыққа бөлуді көрсету, оның суреттерінде басқа бейнелеу ағымдарындағыдай ашық түсті қанық бояу қолданылмайды. Салқын қоңырқай, көк, жасыл түстер қолданылады деп жазып алсаңыздар болады. Мінекей, енді екіншісі ол бізде С болып келеді, яғни бізде сюрреализм, ол бізде С нұсқасы болып келеді. С нұсқасында былай деп жазылған: модернистік өнердің бір бағыты, оның негізін салушылардың бірі француздың ірі ақыны Аполлинер. Ол поэзия мен театрдың буржуазиялық тіршіліктен жоғары тұрғанын қалады деп жазасыздар. Келесі, үшінші тапсырманың жауабы ол Д, яғни абстракционизмнің анықтамасы. Мінекей, қазіргі заман өнердегі қоршаған ортаны бейнелеуде нақты қатарды ескермейтін ағым. Бұл өнер шындықты тікелей көрсетпегендіктен оны кейде затсыздандырылған деп айтады. Ол үшін бейнеленетін нәрселердің көркемдік бітімдері, кеңістіктегі формулалары, аумағы, бояуы тағы басқасы маңызды емес. Бірінші орынға суреткер тұлғаның субъектілік көңіл-күйі шығады деп жазып алсаңыздар болады. Келесі, модернизм. Ол бізде Е нұсқасы. Бұл өнер өкілдерінің Мористің социалдық утопиясына сүйенген бельгиялық археологиялық әрі дизайнер Ван де Вельде пікірлеріне қарағанда, ол қоғам құруға ықпал жасарлық жаңа өмір стилі, адам баласына эстетикалық ләззат алар орта мен тұрмыс жағдайын туғызу, байырғы дәстүрден бөлек қазіргі конструкцияларды пайдалану арқылы өнерге жаңа жол салу болып табылады деп жазып алсаңыздар болады. Енді соңғысы бізде постмодернизм. Бұл бізде А нұсқасы болып келеді. Алғаш сәулет өнері саласында қолданылған тіке мағынасы модерннен кейінгі, яғни осы заманнан кейінгі, соңғы, жаңа заман дегенді білдіреді. Бұл сөздің қазақша баламасы тұрақтанбаған, кейбіреулер оны соңғы осы заманшылдық деп те атап жүр дейді. Мінекей, осылай жазып аласыздар. Келесі, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырмада қоғамның моральдік құндылықтарын қайта бағалауға септігін тигізген 20 ғасыр тарихи оқиғаларын ерекшеліктерін анықтаңыздар дейді. Мысалы, Ресейдегі 1917 жылғы революцияға былай жазсаңыздар болады: монархия құлап, әлеуметтік теңдік пен жаңа саяси құрылым орнады деп.
Келесі бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстар, бұл жерде адам өмірінің құндылығы төмендеп, гуманизм мен бейбітшіліктің маңыздылығы қайта бағаланды деп жазып алсаңыздар болады. Келесі ксро-ның ыдырауына былай жазасыздар: еркіндік, демократия және ұлттық сана ұғымдары қайта қарастырылды деп жазсаңыздар болады. Келесі төртінші тапсырмаға назар аударайық. Қоғамның тұрақты дамуы үшін қазіргі әлемнің жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтарының маңызын түсіндіріңіз, 3 дәлел келтіріңіз дейді. 3 дәлелді сіздер мына жерге жазсаңыздар да болады. Мен мына жерге жаздым, мына жерге жазғым келмегендіктен. Мінекей былай жазып алсаңыздар болады. Бірінші дәлел: адам құндылықтарын қорғау қоғамда әділдік пен теңдікті сақтайды. Екінші, ынтымақтастық пен өзара құрмет тұрақты бейбітшілікті қамтамасыз етеді. Үшінші, жауапкершілік пен қамқорлық болашақ ұрпақтың өмір сүру сапасын жақсартады деп жазып алсаңыздар болады. Осымен сіздердің БЖБ-ларыңыздың тапсырмалары аяқталды. Қазір дескрипторды бір қарап, неше балл берілетінінің әрқайсысына жалпы балдың барлығын қарап өтейік. Мінекей дескрипторға қарасақ, бірінші тапсырмада жаңа ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени мұраға қатысты қызметін маңызын жазғанымыз үшін 1 балл беріледі. Екінші тапсырмада жаңағы терминдерді сәйкестендіргеніміз үшін 5 балл беріледі. Үшінші тапсырмада тарихи оқиғаның 3 ерекшелігін жазғанымыз үшін 3 балл беріледі. Ал төртінші тапсырмада 3 дәлел келтіргеніміз үшін 3 балл беріледі. Сонымен жалпы балл бізде 14 балл. Осы 14 балдың 14 баллын алу үшін сіздерге міндетті түрде осы тапсырмалардың жауаптарын түсініп алуларыңыз керек, яғни тақырыпты түсініп алуларыңыз керек. Егер қазір мен бір түсіндіргеннен түсінбей жатсаңыздар, осы видеоны тағы да бір рет қарап шығуға кеңес беремін. Сонда мүмкін екінші рет қарап шыққан кезде тақырыпты толық түсініп аларсыздар. Егер одан да түсінбей жатсаңыздар, онда комментарияға сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де міндетті түрде мен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда сіздер ең бірінші болып БЖБ-ТЖБ-лардың жауаптарын көріп отырасыздар. Ендеше сау болыңыздар, сіздермен болған көмекші мұғалім.